Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай ананас салатын жасайтын боламыз. Жеңіл әрі оңай тез жасалатын салат. Ал ендіше дайындап бастайық. Міне осындай болады. Суда қайнатылған картошкамызды теркіден өткізіп алдық. Міне теркіден өткізіп мен алдын ала дайындап қойғанмын. Осылай кальцияны қойып алып жасаймын. Кальция болса кальциямен жасасаңыздар да болады. Кальция болмаса олай да жасай беруге болады. Міне үстіне майонезді жағып жатырмын. Қазір қайнатылған 2 жұмыртқамызды саламыз. Қайнатылған 2 жұмыртқамды салып теркіден өткізіп қойғанмын. Енді үстіне майонезді жағып аламыз жақсылап. Майонезді жағып алдық. Үстіне енді ананасымызды салатын боламыз. Туралған, көбіктелген, консервіленген болса консервіленгенді қосса да болады. Бұлай анандай ананас болса свежий ананас қосуға да болады. Міне үстіне майонезімізді жағып алдық. Міне сырымызды сеуіп үстіне үстіне майонезімізді жағып аламыз жақсылап. Міне жақсылап майонезімізді жағып алып, қазір үстіне кукурузын салатын боламыз. Міне кукурузын салып жатырмыз. Міне салатымыз уже дайын. Видеом ұнап жатса лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Міне салат өте дәмді, және тез дайындалады. Сіздермен болған мен, есімім мол болсын.